Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы биіктікке секіру жаттығулары. Сабақтың мақсаты кеңістікте және динамикада қарапайым өзгерістер мен іс-қимылдарды ұғынады және жеткізе біледі. Биіктікке секіруді аттап секіру деп аталады. Секіру 4 жаттығу жиынтығынан тұрады. Екпінді жүгіру, серпілу, кермеден асу және жерге түсу. Биіктікке секіру жеңіл атлетикада екі қатты тіреуге бекітілген кедергіден асып түсумен іске асырылады. Секірмес бұрын секірілетін, яғни секіре көтерілетін орынды анықтап байқап алу керек. Серпілу орны кермеден сәл қашық жерге соған параллель сызылған сызық болып есептеледі. Биіктікке секірушілер түсетін жерге міндетті түрде таза құм немесе төсеніш төсейді. Аттап секіру әдісімен секіргенде алдымен көлденең кермеге екпіндей жүгіріп келу керек. Әр адамның жүгіргендегі адымының ұзындығы әртүрлі болғандықтан, жүгіріп келетін қашықтығын әркім өзі белгілегені дұрыс. Егер оң аяқпен серпілетін болса, жүгіруді сол аяқтан, ал сол аяқпен серпілсе, жүгіруді оң аяқтан бастайды. Сілтеген аяқ кермеден асқан соң сәл бүгіп барып жерге түседі. Тағайындалған биіктікті қатарынан 3 секіргенде ала алмаған спортшы жарыстан шығарылады. Бүгінгі сабаққа қойылатын сұрақ: мына төмендегі заттар секірудің қай түрінде қолданылады? Жауаптарын тауып, ортақ чатқа жібереміз. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.